2019 жылы күрескер, батыл, ер мінезді алтын ханым ретінде таныдым. Ол кездегі образыңыз шынымен де күрескер әйелдің образында болды ше, андай шайқайтын, мінезді, тік мінезді, шашыңыз да ұзын қара болған, тұрысыңыздың өзі бүйтіп қайқайып ше, көзіңізде адамға жанарыңыз от шашып тұратын, тікке қарап тұратын сондай. Енді есімде қалған бейнеңізді айтып жатырмын. Кейін 2024 жылдары сіз кәдімгідей Инстаграмға бір нәзік әйелдің образында шықтыңыз. Ол жай ғана маркетингтік құрал ма? Жай ғана образ ба? Әлде ол сіздің шынайы өзгерісіңіз бе? Керемет сұрақ екен. Қарашы, батырлық бар әйелде бар. Батыр болмаса бала тумайтын еді. Дұрыс па? Жауынгерлік бүкіл әйелде бар. Өмір деген үлкен соғыс қой. Былай қарасаң, әйелдің өмірі соның ішінде. Ал 2024 жылы мен өзім үлкен трансформацияға түстім. Яғни үлкен терапиядан өттім. Жаңағыда үлкен қыруар ақшаға. Сол уақытта ішімдегі нәзік әйел, бүкіл әйелдің ішінде нәзік әйел бар. Бұл маркетингтік образ емес. Бұл менің өзімнің кәдімгідей өзгерісім.